Құрамы 2 заттан тұратын осы котлетті жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ерекше тағамды бірге жасайық. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Кішкентай өткіштен картопиямызды өткізіп аламыз. Енді картопияны қаттырақ сығып, суынан шығарып аламыз. Негізі осы котлеттер ерекше болады. Бияз бен сарымсақты қоссаңыз, одан бетер дәмді болып шығады. Бір ыдысқа жайғастырамыз, ет тартпамен бірге. Ет тартпамыз 60%, картопиямыз 40%. Үстінен өз сүйікті специяларыңызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде менде қара бұрыш, тұз, паприка и сүйікті специям. Жақсылап бәрін ұрғылап, енді қолымызды сәл сулап, котлет формасын келтіреміз. Әсіресе осындай котлеттерді биязды жақсы көрмейтін балапандарыңызға жасаңыз. Сүйсініп жейтіні сөзсіз. Табамызға сұйық майды құйып, орташа отта қуыратын боламыз. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осы котлеттерді сізге жасап беретін адамыңызға жіберіңіз. Бір жақ бетін қуырып алғаннан кейін, келесі бетіне аударатын боламыз. Қапақты жауып, қуырамыз. Бір 10-15 минуттай. Осымен біздің керемет, өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Осындай дәмді котлеттерді әртүрлі гарнирмен ұсынуға болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше қазақ каналды қолдауды ұмытпаңыздар. YouTube арнамызда дамытайық бірге.